Ассаламу алейкум азиз заманласлар. Сізлер менен Қарақалпақстан телеканалында және де дидар көрсету несіп еткенінен қуанышылымыз. Аңлағаныңыздай бізде жаңа көрсету караоке шоу. Бұл көрсету қандай көрсету екен деп қызығып отырған болсаңыз, бізді тамашалауды давам етің. Әмде Қарақалпақстан телеканалынан ұзақласпаң. Біз басладық. Қадірлі телетамаша көйлер, көрсетуіміздің бірінші санының мейманы, талантлық қосықшы, өзінің жағымлы хауазымен көпшілікке танылып үлгерген Нұхал сыйлығының лауреаты Қалаберді бірнеше халық аралық таңдаулардың жеңімпазы Шыраз Тұрсынбаев. Мархамат, Шыразды күтіп аламыз. Жаным неге сенсізбен, жаным неге сенсізбен, айрылықтың себебін айт, жасырмай менен. Жаным неге сенсізбен, жаным неге сенсізбен, айрылықтың себебін айт, жасырмай менен. Шыраз, көрсетуімізге қош келіпсіз. Рахмет. Көрсетуіміздің дәслепкі мейманы сыпатында көрсету атамасы сізде қандай тәсір етті сізге, әмде бұл көрсетуден нелерді күтіп атырсыз? Әлбетте, бұл көрсетудің атының өзі айтып тұрды, караоке шоу. Яғни телевизор арқылы халқымызға бір мәдени азық беру мақсатында. Ондан қала берсе, халқымыздың арасында жүрген талантларды да бір жүзеге шығарып, экранға шығарып, бір өз талантын көрсетуіне бір түрткі болатындай бір көрсету болып есептелінеді. Караоке болғаннан кейін бұл караоке әуескерлер үшін. Не үшін бұл көрсетуде, мәселен, профессионал қосықшылар мейман болу керек дегендей де пікірлер болуы мүмкін халқымыз арасында. Сіз қалай ойлайсыз? Біз Қарақалпақ халқы бір жүдә бір мәдениетлі, бір талантқа бай халық. Мен ойлаймын, бұл көрсетуді қосықшыларымыз, яғни осы тарауда жүрген кәсіп иелері бастап бергені мақұл деп ойлаймын. Шымшық сойса да қасап сойсын деген нақылдарымыз жоқ емес. Сонымен қатар қосықшыларымыздың атқарған тыңлап, халқымызда бір рухи демалса, Әлбетте. біздің де мақсатымыз сол. Әлбетте. Қарсы болмасаңыз, Шыраз көрсетуіміздің шәртлерімен сізді әзір таныстырып отырмаймыз. Басқышыларын ізбез көрсету давамында біліп аласыз. Келістік. Көрсетуіміздің бірінші басқышы жеке репертуар деп аталады, яғни бұнда көрсетуіміз мейманы өзінің жеке репертуарына тиесілі болған қосықты атқарып беру керек. Шыраз, сіздің жеке репертуарыңызда бүгінгі күнде қанша қосығыңыз бар өзіңіздің, әмде бүгін біздің көрсетуімізге қайсы қосығыңызды атқарып бересіз? Қазіргі уақытта эстрада жөнелісінен сәл ұзақластым, себебі бүгінгі күнде опера жөнелісінде халқыма қызмет етіп келмектемін. Опера жөнелісінде көптеген қосылар шығарып жатырмыз. Мойнан қаққанда қош келіпсіз Қарақалпақ еліне деген қосыларымыз бар. Эстрада жөнелісіне келетін болсақ, өзім жеке қосығым емес, бірақ Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист ұстазымыз Дәлбай Мамбетмұратовтың «Опадарың мен болайын» деген қосығын бір студент уақытымда бір сілетіп айтқан едім. Сол қосықты мен әзір бірінші шартте айтып берсем. Мархамат. Aşıklar sevle gülayım, Ancımdi aşık uyarım, Yollarında intizarım, Opadarım min bolayım. Aşıklar sevle gülayım, Ancımdi aşık uyarım, Yollarında intizarım, Opadarım min bolayım. Жұлдыз болып аспанда, кірпіктерім қамасқанда, ақыл болып адасқанда, көздеріңе нұр болайым. Жұлдыз болып аспанда, кірпіктерім қамасқанда, ақылым болып адасқанда, көздеріңе нұр
bolayım. Bir patpanın oranında, senin kalmay bir adımda, Kosuk жазsam kıyalımda, tausılmastay jır bolayım. Bir patpanın oranında, senin kalmay bir adımda, Kosuk жазsam kıyalımda, tausılmastay jır bolayım. Жұлдыз болып аспанда, кірпіктерің қамасқанда, ақыл болып адасқанда, көздеріңе нұр болайын. Жұлдыз болып аспанда, кірпіктерің қамасқанда, ақыл болып адасқанда, көздеріңе нұр болайын. Біздің көрсетуімізді бір жүдә бір ажайып, халқымызға жақын болған қосық күйін бастап берген үшін сізге міннәтшілік білдіреміз. Рахмет. Халқымыз өзі қосық сүйер халық, соның ішінде халқымызды әзелден сол сахрадағы бірінші қосықшылар деп атаған. Бұл шартымыздың ретро деп аталуы, халқымыз өзі сүйіп, жақсы көріп тыңлайтын қосықларын, халқымызға яд болып кеткен қосықларды осы көрсетуіміз мейман тарапынан атқарылып берілу керек. Шыраз, ретро басқышында қайсы қосықты атқарып бересіз? Нахал сыйлығының лауреаты, Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Рашид Қожасовтың репертуарынан айтсақ жүдә мақұл болады деп ойлаймын. Сонда айтып өтуіміз керек, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Рашид Қожасовтың естелігіне арнап өткізілген танлаудың бірінші орын жеңімпазысыз. Осы хақында да айтып өтсеңіз. Әлбетте студент уақытымызда, яғни колледжде оқып жүргенімізден ақ сол Рашид Қожасовтың өретушілігіне жүдә бір қызыққанбыз, сол инсанның қосықларын жүдә бір сүйіп айтқанбыз. Ташкентте оқып жүрген кезімізде танлау болажақ деп естідік, һәмде оқып жүрген кезімізден басылап, сол бір 2 ай, 3 ай давамында таярланып, сол конкурсқа қатынасайық деп ниет етіп нүксе келдік. Жанды отқа жағармысаң, қала берсе Дутар деген қосықлары бар, сол қосықтарды атқарып шықтым. Жада жақсы. Қазір ұстазымыздың репертуарынан қайсы қосығын атқарып бересіз? Көргім келер деген қосығын өзіме жүдә бір сүйіп тыңлаймын, өзіме бір жақсы көрген қосықтардың бірі. Bir avulda tuğulduk, öttü balalığımız. Avuldan koşup gittim, ayra tüstü aramız. Avuldan koşup gittim, ayra tüstü aramız. Manzilingde soramay, min gaybana kalıp bay, sarında min aytalmay, balalıkka salıp bay, balalıkka salıp bay. Hazır qanday qiz bo'ldi, ko'rgim kelir o'zingda.
Kişir ayta almadım Süydüm degen sözümde Kişir ayta almadım Süydüm degen sözümde Manzilingde soraman Min gaybana kalıp Sarında men aytamay Balalıkka salıp Balalıkka salıp Manzilingde soramay Min gaybana kalıp Sarında men aytamay Balalıkka salıp Balalıkka salıp Balalıkka salıp Qadrli teletomoshabinlar, biz ustunday tempda davom etamiz. Hozir bu yerda o'tirib jonli ovozda tinglov juda bir jeki men uchun zavqli. Ustu tempda jazdirmasdan ko'rsatuvimizning birinchi sonini siz bilan birgalikda yaxshi o'tkazib olamiz deb o'ylayman. Rahmat. Ko'pchilik karaoke show deb ko'rsatuvning atamasini eshitgan vaqtda chiras. O'ylaydi, bu qanday ko'rsatuv? Qo'shiq ters qarab atqaruv, siyaqli hazil shartlar bo'lma. Biz aytdik, yo'q. Qo'shiq so'yar xalqimiz qo'shiq tinglasin. Bu shartda siz o'zga estrada, ya'ni Qoraqalpoq estradasidan bo'lmagan, bo'lmagan o'zbek estradasi, qozoq estradasi bo'lmasa, chet el estradasining qo'shiqchilarining qo'shiqlarini atqarib berishimiz kerak. Bu shartda siz qaysi mamlakat estradasini atqarib berasiz hamda qaysi qo'shiqchini? Hozir Aleksandr Serov repertuaridan Я люблю тебя до слез degan qo'shiqni atqarib bersam. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизнь для тебя, я так счастлив не был, для тебя одной, их так любишь ты. Это белые цветы. Я люблю тебя до слез, как ты вздох, как первый раз. Вместо лжи красивый фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Я наш ложе застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой твоей, божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз.
Qadrli teletomoshabinlar, hozir бұл жерде qaysidir o'tirib атқарылып жатырғанды кемшілік деп есепламайсыз, себебі караоке отырылып атқарылу керек. Шыраз, өзіңіз де көбірек караокеге барып тұрасыз ба? Әлбетте, бұл азыр айтып жатқан қосыларыңызды да достарымызбен караокеге келіп айтатын қосыларымды азыр сіздерге инам етіп жатырмын десем адаспаған болады. Осындай сөhбетлеріміз, қосықларымызбен келесі 4-ші басқышымызға өтеміз. Әрбір қосықшы әуес етеді. Қосықшы болмастан алдын әуес етіп, қайсыдыр бір қосықшыға еліклеп қосықшы болады. Қосықшы болғаннан кейін де бәлкім әуес етсе керек. Кімніңдір қосығына, қайсыдыр қосықшының бір қосығы жақсы шықса, мен де осындай қосық шығарсам деп. Сіз қайсы қосықшының қосығы менікі болса екен, Шыраз Тұрсынбаевтікі болса екен деп әуес етесіз? Мен енді Өзбекстан, Қарақалпақстан халық артисті Азатбек Назарбековтің репертуарына жүдә қызығаман. Сол инсанның мені күчлірек сев деген қосығы бар. Сол қосығын жүдә бір сүйіп тыңлаймын. Сол қосығына жүдә бір әуес етемін. Мақал мемлекеттік сыйлығын алған уақытта Азатбек Назарбеков сізге бұл сыйлық тапсырған еді. 2015 жыл Мақал мемлекеттік сыйлығын Азатбек Назарбековтың қолынан алғанмын. Көпшілікке қызық, Шыраз, кім бұл жерде сайлайды? Мәселен, сыйлықты алып жатырған инсан маған бұл инсан тапсырса екен деп ұсыныс бере ме, яки сыйлық тапсыратын инсан мен бұл инсанға тапсыраман деп ұсыныс бере ме? Сол кездегі Мақал сыйлығының лауреаты болып жатқан жас талант иесінің бұл несібесі. Кімнен алуы, ол ешкім білмейді. Тек қана несібе. Несібе. Өзімнің сол нәубетім келген кезінде білгенмін кім тапсырылуын. Сол кезде өзгеше бір рухи күш бақшылаған. Әр көрген кезімде де Азатбек Назарбек әзілесіп, Мақалың үлкен терекке айланып жатыр ма деп әзілесіп қояды. Жақсы. Демек, бүгін көрсетуімізде бұл инсанның қосығын сіз атқаруыңызда бір логикалық жақтан байланысы бар. Сіз сол әуес етесіз, қалай берді сізге мемлекеттік сыйлық тапсырған. Meni kuchliroq sev. Kechagidan ham, keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da, keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Sir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kelishalar oldida men g'aribni bitta ol. Kelishalar oldida men g'aribni bitta ol. Men g'aribni bitta ol. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Qop ikki bo'linib ketmasin falak, yo'q ikki bo'linib o'znamasin oy. Faqat seni deya uradi yurak, faqat sen uchundir ko'ksimdagi joy. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev. Qo'lingda ming yo'l borib, ishqim qildim-ku isqon. Sen ham bir botil yo'li sevaman deb aytilgan. Qo'lingda ming yo'l borib, ishqim qildim-ku isqon. Sen ham bir botil yo'li sevaman deb aytilgan.
Oshiqlaring qasdlashgan sira chidab bo'lmaydi. Sevaman deb aytmasang o'ksik tilim to'lmaydi. Husning ortar tobora dod deyarman hayratdan. Aytgin qachon bir bora sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kelishar oldida men g'aribni bitto. Kelishar oldida men g'aribni bitto. Men g'aribni bitto. Arrabimda men sarsam. Shiraz ko'pchilik qo'shiq suyar xalqimiz qo'shiqchilarning qo'shiqlarini tinglab, zavqlaну bilan qatar ularning jeke turmusuna da qiziqadi. Ulma, o'zingiz haqida, shang'irog'ingiz haqida aytib o'tsangiz. Albatta, hozirgi vaqtda Nukus Qaniglestirgan madaniyat maktabida o'qituvchi lavozimida ishlab o'tirman. Qala bersa, өмірлік жолдасымда fortepiano yo'nalishida ta'lim olgan. Ол да сол жерде Nukus madaniyat ko'rkam өнер madaniyat maktabida жұмыс алып барып жатыпты. Hozirgi vaqtda bir перзентім бар. Juda жақсы. Қыз перзентім бар. Ата-анам, әкем Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде ұстаз. Анам болса номер 1 саналы балалар көркем өнер мектебінде сол жерде жұмыс алып бармақта. Келешекте үйретушілікте қандай жаңалықтар қылу ниетіңіз бар? Келешекте тек қана бұл өзіміздің сахнамызға байланбастан дүние сахналарында да бір өз өнерімді көрсетсем деген ниетлерім бар. Көптеген көрік танылуларға барып келсем, жеңімпаз болсам, бір еліміздің байрағын жоғарыға көтерсем деген арзуларым бар. Шыраз, біз білеміз, сіз көптеген сол сырт елдерде әрқилы танылуларға қатынасып үлгергенсіз. Сол сырт елдегі бүгінгі күнге шейін қатынасқан танылуларыңыз хақында да айтып өтсеңіз. Қазақстан Республикасында Шымкент қаласында өткерілген Роман-Саяда көрік танылуына қатынасқанмын. Онан қала берсе Астана қаласында өткерілген Шабыт көрік танылуына қатынасқанмын. 2018 жылы Италия мемлекетінің Милан қаласында өткерілген жас операшылар фестивалына белсене қатынасып келгенмен. Опера жөнелісінде тәлім алған, опера жөнелісінде қызмет етіп отырған кадрлар үшін бұл сан емес. Алға қойған мақсатларым жүде көп. Келешекте мен ойлаймын, дүния сахналарына елі көп барамыз, көп көрік танылулар қатынасамыз. Бүгінгі күнде сіздің жасыңыз жаһан операсы үшін қандай жас деп есептайсыз өзіңіз? Мен ойлаймын, жасым дүния операсы үшін баслангыш жас деп есептаймын. Себебі көптеген әуес еткен қосушыларымыздан Дмитрий Хворостовский, Муслим Магомаев, Лучиано Паваротти, Андрей Бачелилар, олардың жасын есеп алатын болсақ, 50-60 жас, орташа жас. Біздер енді жаңа 28 жасқа келдік. Мен ойлаймын, енді жолымыз енді ашылып жатыр, енді қадам қойып жатырмыз. Құда қаласа, Алла несіп етсе, әммесіне үлгереміз. Біз де тілектеспіз, әммесіне үлгеруіңізге. Бізде эстрадамызда сондай бір түсінік бар, мәселен, қандай да бір жас уақытта істеп, кейін жас өтіңкірегеннен кейін бұл эстрадада қап кетеді дегендей түсінік бар. Демек, бұл түсінік қате. Қате. Бұны ойлаймын, біздерде қосушылық тарауында ұстазымыз Қарақалпақстанға минет сіңген көркем өнер қайраткері, Шұхрат медалының иесі Абатбай Қалиев ұстазымыз сіздерге айтып өткен постановка дейді ғой. Өз дауысының үстінде істеген адам ешқашан дауысын жойытпайды. Колледж уақытында тәлім алғанбыз ұстазымыздан, сол жерде біздерге дауысымыз бойынша, қосушылық өнерін үйрету бойынша бір тереңнен сабақ берген. Бұл дауысқа келетін болсақ, ешқашан жойытпайды, өзін сақлап жүрсе егер. Жаман іллетлерден ұзақ болып, яғни ішушілік, шегушілік деген іллетлер бар. Өзін дауысын сақласа, мен ойлаймын, ешқашан жойытпай, үлкен бір жасқа бараман дегенге шейін қызмет етеді. Бізде сізге сол үлкен жасқа бараман дегенге шейін халқымыздың қызметінен, ітібарынан қалмауды тілеп қаламыз. Рахмет. Бесінші шартымыздың басқа шартлерден өзгешелігі, алдыңғы шартлерде сіз қайсы қосықты атқаратыңызды өзіңіз танылаған болсаңыз, бұл шартты сіз 1-16-ға шейін саналардан қалеген саныңыз танылайсыз. Әмде бұл санлардың артында қосықлар жасырынған. Мархамат, қайсы санды танылайсыз? 16 санның астында әйтеуір бізге түсетіндей қосық бар деп үміт етеміз. Әлбетте барлығы да сол сіздің даусыңызды сізге жарасуын есапқа алып қойылған қосықлардың әмбесі.
16-шы санды таңдаймыз. 16-шы сан. Мархамат. Міне көрдік. Бақыдыр Разымбетовтың Ләйлім бол қосығы еді. Бұл қосық жүдә бір сүйіп тыңлаймын. Сүйіп атқаратын қосыларының бірі. Мархамат, Шыраз, онда сіздің атқаруыңызда Ләйлім бол қосығын тыңлаймыз. Мархамат. Тауысқыстай сен таранып, ортаға шықсаң доланы, қошқалығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып, аймалайын ай жүзіңе, гүріптар болдым өзіңе, үміттарман мен өзіңнен, Ләйлі бол жаным өзіме. Ләйлі бол жаным өзіме. Таусылмас менің тұмарым, ойнайын түсіп ойына, Ханзада қыздың тұмарын, тағып қой жаным мойныңа. Таусылмас менің тұмарым, ойнайын түсіп ойныңа, Ханзада қыздың тұмарын, тағып қой жаным мойныңа. Айдандару жамалың, буасы болған сөзінің, сүйдім сен қанбай құмарым, ләбі қаймағым өзімнің. Айдандару жамалың, буасы болған сөзінің, сүйдім сен қанбай құмарым, ләбі қаймағым өзімнің. Тауысқыстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқалығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып, аймалайын ай жүзіңнен, гүріптар болдым өзіңе, үміттарман мен өзіңнен, Ләйлі бол жаным өзіме. Ләйлі бол жаным өзіме. Рахмет, Шыраз, көрсетуімізге уақытыңызды бөліп мейман болғанлығыңыз үшін. Алдағы жұмысларыңызда дөретушілік табыстар тілейміз, шаңырағыңызда аманшылық, сау саламаттық тілейміз. Рахмет. Көрсетуімізді таярлауда жақыннан жәрдем бергенлігі үшін пайтақтымыздағы Сафари ресторанына өз minnetdarшылығымызды білдіреміз. Мархамат, сізде келіп Сафари ресторанына осындай караокелерді жалпы атқаруыңыз мүмкін. Біздің ойлаған іслеріміздің әммесі жақсы болып әмелге асу үшін бірінші нәубетте шаңырағымыздың тыныштығы әмде кейпиятымыз жақсы болуы керек. Біз сіздің кейпиятыңыздың аз ғана болса да жақсы болуына өз үлесімізді қоса алған болсақ, демек біз бұндан бақыттымыз. Шаңырағыңызға болса тыныштық тілейміз. Сау, саламат болың.